Сәлем достар, мен YouTube арнама қош келіпсіздер. Жалпы соңғы жаңалықтар, трансферлік жаңалықтар жайында бүгін сөз еткім келіп отыр. Жалпы бүгінгі видеоны бастамас бұрын бүкіл қазақстандықтарды құттықтағым келіп отыр. Осы аптада өткен Бельгия чемпионатының кезекті турындағы матчта, Бейрхост пен Генк арасында өткен матчта отандасымыз Ян Вороговский осындай бір керемет гол соғып, жалпы сондай Қазақстан халқын бір қуантқан болатын, және де араға бірнеше күн салып Азия чемпиондар лигасының матчында құрамында сол бір Ксанти Касорла бар, Хави басқаратын командаға қарсы, Әлсатқа қарсы ойнаған Бауыржан Исламхан, ол тіпті керемет гол соқты. Жалпы сондай керемет голдармен қазақстандық отандастарымыз көзге түсіп жатыр. Жалпы бұл әрине үлкен мақтануға тұрарлық жағдай деп айтсақ болады. Жалпы қазақстандық футболдың деңгейі осы аптада, осы соңғы бір аптаның ішінде осылай бір рет жалпы жаңағы өсті десек артық айтқанымыз емес. Жалпы бүгінгі видеоның тақырыбы мүлдем басқаша болатын. Жалпы бүгінгі видеоны сол соңғы 24 сағат көлемінде сол өте қарқынды дамып келе жатқан трансферлік жаңалық жайында бастағым келіп отыр. Ол әрине Гарет Бейл мен Серхи Регилонның, сол Реал Мадридтің қос ойыншысының Тоттенхэм құрамына ауысуы әбден мүмкін деген, тіпті өте сондай бір сенімді инсайдерлердің бірі Европадағы Фабрицио Романоның өзі бірнеше сағат көлемінде осы трансфер орын алу керек, ресми түрде деп жатқан болатын. Жалпы бұл трансферлер жайында не айта аламын? Бірінші Гарет Бейлдан бастайын. Гарет Бейл үшін бұл трансфер соңғы мүмкіндік десек болатын шығар. Жалғалайын деп жатыр Гарет Бейлді. Жалпы Гарет Бейл өзінің әлі де бір нәрсеге қабілетті екенін футбол алаңында көрсетуге бұл ең соңғы мүмкіндік. Егер бұл мүмкіндік болмаса, онда Гарет Бейлді тіпті сол бір қытайлық немесе Арабия мемлекеттерінің футболына толыққанды кете берсе болады деп айтсақ болады. Ал Серхи Регилон үшін бұл өкінішке орай керісінше кетеді. Не үшін екенін кейінірек түсіндіре кетермін. Ал Гарет Бейл үшін бұл өте қолайлы, себебі Гарет Бейл Тоттенхэмде ойнаған, ағылшын премьер лигасында ойнаған, және соңғы бір жылда футбол өткізбегеніне есепке алатын болсақ, Гарет Бейлдің бұл сондай бір мотивациялық, өте сондай бір жоғарғы мотивациямен баратыны белгілі. Содан қатар Зинедин Зиданға бір нәрсені дәлелдеу керек әрине. Хамес Родригес те, Брахим Диас та жалпы осы мақсатпен кетті Реалдан, және Гарет Бейл де осы өзінің осындай мақсат қоя білу керек. Және де Тоттенхэм жалпы жаңа айта кеткендей, өздеріңіз білетіндей де бөтен команда емес Гарет Бейл үшін. Сол үшін Тоттенхэмге барып, дәл қазіргі құрамы Тоттенхэмнің Гарет Бейлдің ойынына әбден сай келеді. Сондықтан Гарет Бейл дәл қазір сондай бір қос қолдап осы бір соңғы мүмкіндігінен жалпы айырылмау керек деп ойлаймын. Ал Серхи Регилон жайында айта кететін болсақ, жалпы басынан бастағанда өткен жылғы қараша айында осы Жозе Мауриньо Тоттенхэмнің тізгінін қолға алған кезде мен өзім қатты таңғалған болатынмын. Себебі Тоттенхэмнің президенті Даниэл Леви аса бір ақшаны көп жұмсай қоятын президент емес. Ал Жозе Мауриньо, өздеріңіз білетіндей, Жозе Мауриньо қай клубқа барса да міндетті түрде ондай бір қыруар көлеміндегі трансферлер өте көп орын алады жалпы. Сондықтан бұл өте сондай бір қызық болатын. Алайда бұл жерде қазір өзіміз көріп тұрғандай Жозе Мауриньо көбірек басым түсіп жатыр, көбірек ойыншы сатып алып жатыр. Алайда Жозе Мауриньоның мінезін, Жозе Мауриньоның тактикасын біле тұра, жалпы бұл трансфер жалпы Серхи Регилонның сондай бір кері шегінісі. Не үшін айта кетейін? Себебі Манчестер Юнайтедте қызықты Серхи Регилонға алғысы келді. Алайда сол бір қайта сатып алу құқығын Реал Мадрид жалпы өзінде алып қалғаны үшін Манчестер Юнайтед жалпы бұл трансферден толыққанды бас тартты. Ал Тоттенхэм бұдан не үшін бас тартпайды? Себебі Тоттенхэм Серхи Регилонға сенімді емес. Жалпы өзіміз білетіндей, Жозе Мауриньо өз мансабында өте керекті позицияға керекті ойыншыны алып тұр. Ол ойыншыларды кейіннен мүлдем пайдаланбаған кезде өте көп болған. Бұл туралы жалпы Рикардо Куарежманың, Нури Шахиннің, Хамид Алтынтоптың, жалпы Генрих Мхитариян айта берсек, жалпы бұндай мысалдар өте көп. Және соның тағы біреуі жалпы Мауриньоның құрбаны осы Серхи Регилон болып қалуы әбден мүмкін. Себебі Серхи Регилон Зинедин Зиданмен жұмыс істей салмаған, ол Кастильядан бастап. Ал Зинедин Зидан сияқты бапкермен жұмыс істей салмаған ойыншы
Жозе Мауриньо сияқты сондай мінезі ауыр бапкермен жұмыс істесе алады деп айту ол мүлдем қисынға келмейді. Одан қалса Серхи Регилон сол бір қорғаныс легінде өте салақ ойын көрсететін, былтыр Мадридтік Реалда да, биыл Севилья құрамында да байқадық. Әрине шабуыл шебінде өте керемет ойнағанымен қорғаныс шебінде ол әрине өте салақ. Ал Жозе Мауриньо көбінесе қорғаныс легімен ойнайтын есеп алатын болсақ, бір 3-4 ойыннан кейін Серхи Регилон тіпті негізгі құрамнан да орын табылмай қалуы әбден мүмкін. Ал Гарет Бейл әрине бұл жерде толыққанды, егер өзіне байланысты Гарет Бейлдің егер өзінде өзі қолға алса, онда Гарет Бейлден тағы бір рет жарқ еткен ойын көреміз мүмкін. Ал егер өзін қолға ала алмаса, сол гольф ойнау оның жалғыз ғана ермегі болып қала береді. Міне достар, бүгінгі соңғы екі сондай бір өте ауқымды трансферлік жаңалық жайында осындай видеом. Егер видео сіздерге ұнап жатса, арнаға тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен, Патиньо KZ арнасы.